Тазартылған ағынды су сақталатын Бөржар жинақтағышындағы экологиялық ахуалды жақсарту үшін бір жасушалы микроорганизмдердің хлорелланың 3-ші партиясы құйылды. Бұл акваторияға пайдалы микроорганизмнің көмегімен ағынды суларды қосымша тазарту жұмыстары жүргізіледі. Зертханалық өлшеулер Бөржар жинақтағышында хлорелла пайда болғаннан кейін тазартылған ағынды судағы оттегі литріне 9,5-10 мг дейін көтерілгенін көрсетті. Салыстыру үшін балық шаруашылығы тоғандарында форель өсіру үшін бұл көрсеткіш 9 мг тең. Су қоймасында оттегінің көп болуы ағынды сулармен қаныққан қалдық зиянды заттармен қоректенетін микроорганизмдердің қарқынды дамуына ықпал етеді. Бұл жағымсыз иістің жоғалуына ықпал етеді және жалпы акваторияда да оның айналасында да экологиялық жағдайды жақсартады. Суда көптеген шаян тәрізділер бар. 2024 жылдың маусым айында Бөржар жинақтағышында кезекті балық аулау жүргізіледі.